Сәлем достар, армысыздар. Бүгін менің YouTube каналымда кезекті шығарылым жақсы бір сұхбат болмақ, және бүгінгі біздің сұхбатымыздың қонағы, кейіпкері, жазушы, журналистер одағының мүшесі Ханзипа Кәкімжанова Бәлдікқызы. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Қал енді жаман емес, Құдайға шүкір. Балалардың арқасында жүріп жатырмыз. 80-ге келсек те солардың қуанышы анаға әрқашанда қуат береді. Сол қуатпенен балалардың арқасында жүріп жатырмыз, Құдайға шүкір деймін. Бәрекелді. Олай болса, бүгін біздің сіздердің назарларыңызға ұсынатын сұхбатымыз, яғни бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы көпшілік бүгінде ұмыт қалдырған, көпшіліктің есінен шығып ұмыт бола бастаған тұлғалардың бірі, біртуар азамат Абай Байтоғаевқа арналатын болады. Ол кісінің өмір жолы, елге еткен қызметі және өнері турасында бүгін біраз әңгіме қозғайтын боламыз. Олай болса, Абай Байтоғаевты бүгінгі ұрпаққа, жалпы қазақ қоғамына ескерусіз қалдырған жұртшылыққа қалай таныстыруға болады? Кім дейміз ол кісіні? Абай Байтоғаев Қазақстанның еңбегі сіңген әртісі, біріншіден. Сенің айтқаның дұрыс. Кейбір атақты өнер адамдарының аты көмескіленіп, көп айтылмай кетіп бара жатыр. Ол бұндай атақты адамдарды болашақ білу керек, жастар білу керек. Абай Байтоғаев туралы өте сирек айтылады. Бірақ айтылуға тиісті адам. Еңбегі сіңген халық артисі. Атағын алған жоқ халық артисін. Бірақ ол кісінің дауысын естіген, көрген, білген адамдар оны халық артисі деп атайды. Заң жүзінде үкімет оған халық артисін берген жоқ. Бірақ халық оның еткен еңбегіне қарап, оның дауысына қарап, оның дауысын естімеген республикада, тіпті Мәскеуде де естіген. Оның дауысын естімеген адам шамалы шығар. Сондықтан ол кісіні халық бағалайды. Ол кісінің көзін көрген, дауысын естіген адамдар әлі ұмытқан жоқ. Айтып отырады. Ал енді бұның кісінің дауысы өте ерекше болады. Ермек Серкебаевтар менен, атақты әншілер менен, әртістермен қатар жұмыс істеді. Бірақ оның дауысы, мен жаңа айттым ғой, ерекше болатын. Тіпті Ермек Серкебаевтың дауысынан да өзгеше болатын. Бас дауыс болатын, баритон бас дауыс болатын. Ең бірінші Абайды Мәскеудің үлкен театрында алғаш рет Абай сондан шырқаған. Сонда біз осы арқалықта тұрғанбыз. Анау телевизордың да жаңа шыққан кезі. Сонда біз Абайдың дауысын қуана отырып, қоштап, сол алғаш рет Мәскеудің үлкен театрынан шырқаған Абай. Соны тыңдағанбыз біз. Абай менің немере ағайым. Ол кісінің әкесі мен менің әкем бірге туады. Мені кейде жақсы көріп, маленькая моя любимая сестренка дейтін. Мына Алматыда тұрды, анау ол кезде Ленин көше сатылатын, қазір Достық көше сатылады. Россия деген үлкен магазин бар, соның үстінде 6-шы этажда үй болды, сонда тұрды. Әйелі, бала шағасы қазір солда тұрып жатыр. 70-ке жетер-жетпесте өмірден өтті. Әлі де талай халқына еңбек ететін еді. Әлі де талай әнін шырқайтын еді. Халық оны сүйіспеншілікпен тыңдайтын еді. Негізі ата мекен Торғайдан шыққан
торғайдың қыз белінен шыққан азамат қой. Туған жері ол емес. Туған жері Абайдың Қызылорда болу керек негізі. Өйткені Абайдың әкесін біз папа дейтін едік. Өз әкемізді аға дедік, Абайдың әкесін папа дедік. Иә, папам ең алдыменен сол Қызылорда нарком проста істеген бір кезде. Абайдың әкесі Байтоғай Балқай деген кісі. Сол нарком проста оқып жүрген, жұмыс істеп жүргенде ертеректе сол Қызылорданың қызына үйленіп, сол жерде Абай туған. Бірақ Абайдың өсіп тәрбие алған жері осы Ақмола. Осы Ақмолада ол 10 класты бітірді. Осы жерде. Енді Абайға осы Астанадан бір көшенің атын да беруге болады. Ең алдымен Абай Алматыда Қазақ университетін, Қазақ мемлекеті университетін тарих факультетін бітірген. Сөйтіп жүріп ол жүрген жағы ән салды ғой. Оның әні көріне бастады, халық ести бастады. Сосын өзінің әнші екенін ол өзі мойындап, сонан осы жерде бір педучилище болған. Қазірде бар болуға тиісті. Осы Ақмолада мен өзім соны бітіргенмін әуелде. Сол педучилищеде анау университетті бітіріп келгеннен кейін осында жаңағы педучилищеге сабақ беріп, 1 жылдай, 1-2 жыл мекен солай қызмет етті. Сосын барып жаңағы даусымен таныла бастағаннан кейін ол жаңағы мына Мәскеудің Гнесиндер атындағы музыкалық педагогикалық институтқа барып түсті. Соны бітірді. Сөйтіп нағыз әртістік жолға түсті. Абайдың мінезі мынау біреудің жағымпаздану дегенді білмейтін еді. Ол өзінің пікірін тік айтатын. Кейде ойлаймын, мына атақ үшін, бір нәрсе артық алу үшін, абырой атақ алу үшін де осы жағымпазданып, біреулердің көзіне түскісі келіп, солай болып жүретін адамдар бар ғой. Ол ондай жасамады. Сондықтан да сол кейде ойлаймын енді, өзінің жаңағы сол мінезінің кішкене тік айтатындығынан бәкен оған бұның әні, бұл кісінің әні, дауысы нағыз халық әртісіне беретін дауыс қой. Бірақ жаңағыдай біреуге тік айтып, бет жүзің демей қарсы келетін мінезі өзім ойлаймын соған қарсы кедергі болды деп. Сондықтан да ол мына атақ беретін, жаңағыдай керемет жерлерге адамдарға жағымпаздана алмады ол. Сондықтан да жаңағы халық әртісі атаға берілмеді ау деп өзім ойлаймын. Ал енді жалпы Абай Байтоғаев қазақ руханиятына үлес қосқан азамат деп айтып жатырмыз. Жаңа кіріспесінде бұл туралы толық әрі нақты ақпарат бере кетуім керек еді. Десе де тағы бір мәрте естеріңізге сала кетейін. Абай Байтоғаев қазақ өнеріндегі, яғни опера жанры бойынша жалпы қазақ операсын қалыптастыруда елеулі үлес қосқан азаматтардың бірі, және Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі деген атағы да бар. Бұған лайық болу себебі Байтоғаев өзі жоғарыда айтып кеткендей қазақ академиялық опера және балет театрында өнер көрсеткен ғой. Көп жылдар жұмыс істеді. Ұзақ жылдар. Көп жылдар істеді. Сол жерлерде көптеген айтулы операларға қатысқан және ол жерде партияларды орындаған. Мәселен, Жұбанов пен Хамидидің Абай және Рахмадиевтің Қамар Сұлу, Төлебаевтың Біржан Сара, Жұбанованың Енілік Кебек, Мұхамеджановтың Айсұлу, Жұмбақ қыз, Моцарттың Дон Жуан, Вердидің Риголетто операларына қатысып, жаңағы басты партияларды орындаған екен. Мінекей осы арқылы барлық Қазақстан жұртшылығына, қазақ халқына өзінің өнерімен, өзінің дарынымен таныта білген, өзін
мойындата білген тұлға деп айтып жатамыз. Осы елге де келіп талай рет концерт қойған. Мына Жангелді ауданына да барды. Оның совхоздарына да барып талай концерт қойған. Енді көз көрген адамдар бар, айтады әлі күнге дейін. Енді мынау жас ұрпақ жағы осындай талантты, осындай дарынды, осындай ерекше адамдарды ұмытпау керек қой. Менің әкемнің жазған өлеңі, бала кезінде жазған Абайға. Арнап жазған хатыңды алдым Абайым, саған арнап мен де бір хат жазайын. Өткенді ойлап көп жылама қарағым, тірі жүрсең көрерсің қызықталайын. Біз бір емес мұндай күйге кездескен, отан үшін жанын қиып қан кешкен, жақсы жайсаң талай сырбаз ерлердің орны босап бұл жалғаннан ат өшкен. Қартпаяған соның бірі қарағым, сабыр етіп төзу керек болғанға, мардам сынып тасымау керек толғанға, тасу сасу адам затқа пайда емес, төзім сабыр көмек берер талғанға. Қаза болып біреу ерте біреу кеш, талай адам келіп кеткен жалғанға, сабыр етіп мен де төзіп отырмын, амандықты бер деп тілеп қалғанға. Бұл соғыс уақытында жазылған өлең. Соларға медет болып жазған ғой. Сізге көп рахмет. Өзіңіздің де шығармашылығыңызға табыстар тілейміз. Халыққа берер, жазар, ұрпаққа қалдырар өсиет өнегелі шығармаларыңыз көп болсын. Денсаулығыңыз мықты болсын. Бала-шағаңыздың қызығын көріп, ұзақ ғұмыр жасауыңызға тілектеспін. Рахмет айналайын. Құрметті көрермендер, бұл мен YouTube каналымда сұхбат ретінде жасап жүрген бірінші видеом емес. Осындай ерен тұлғаларды жалпы өзіміздің өнерімізде, жалпы қазақ халқының арасынан шыққан тұлғаларды дәріптеуде, насихаттауда бірнеше жобаларымыз бар. Оны өздеріңіз көріп жүрсіздер. Егер сіздердің де айтар ойларыңыз, ұсыныстарыңыз болса, хабарласуларыңызға болады. Төменге комментарийге пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар және бізден жақсы хабарлар күтіңіздер.